Қонақтар келе жатқан сияқты ма, қалай өзі қараңдар. Қонақтар деген болды. Біреу келе жатыр. Бірлері апасын өтіп кетеді. Қалайсыңдар, қателер? Тауып алып мәселерді. Палаустик, ет әкелдісің. Қалайсыңдар? Жоқ, қалай адресті біліп алдыңдар? Біліп алдық. Мұна шлем айтан келеді. Қысып келді жол бойы. Яқып қап-қара киініп аласыңдар, кім естіп па? Мотоциклмен, ветерочекпен келейін деген ой. Қандай? Ветерочекпен. Ветерочекпен. Ветерочек дейме қалай дейді өзі? Екі қабаттың еще қорқпайды, Ол как раз бізде Айгүл кішкене тамақтар осечка болып жүреді. Өзің үйретіп жүрген дәл үйретесің енді. В общем, бүйтеміз. Сен плов істейсің, иә? Мен онда. Мен, в общем, қазір көремін. Айтпашыларыңыз қойыңыздар. Өзінің братан Сайдо деген. В общем, қораға келдік. Главное, қораға кірмесек болды ғой, бірақ қораға келе берейік. Жауларым ай-ай, жесіңдер мүшіп-ай, мәңгір жөндер мүшін қандырына шықалды ма? Қарақ-қары бар. Яғына аяғына не байлап қойыптан, қатты жүгіріп қаш кетпесін деп. Ей, түшпа, түсіп атыр мынау. Ма, ят жоқ екен. Бұры, кетір, артырды. Кішкене елінде осындай бар, қатырып, отқа жағатын еді ғой. Теп жақсан қалай. Бұл енді шөп жейді ғой. Шасы емес. Аквас келке жақын керек болады енді. Мына жерін бір тезіп ап. Түсініп тұрсын. Кеше ғана Алматыда Ритц Карлтонда вино ішіп отыр едім. Не істедім? Ана сиіп тұр енді. Кіші су ішті. Су кетіп тұрған жоқ екен. Су ішудің өзі кішкене. Аварақ су іштірем деп өзім су ішкім келіп қалған. Мына екеуі мен көрсе тышқысы кеп сүйгісі келе береді екен. Андай мұздай су жоқ па? Мұздай қатар дейді. Деп жуатын сондай. Деп жуа деген батилар ұқсап болған ғой. Азан бетім бар. Деп жуа деген. Қандай жұмыс? Енді мына қыста жүгерек, қоймай тұрмын. Тұр, әдемі қараш қашайын деп тұрған сияқты. Ал достар, біз уже мияқта пловты бастайын деп жатырмыз. Мияқта как бы сәбіз, пияз, күріш и мияқта салатқа болар. Ең бастысы мияқта дай. А мияқта негізі азанда қораз не қылатын еді ғой енді. Орындар ауысып кеткен шығар уақыттар. Уақытқа қарамайтын болып тұрған. Мына етті қақтынап келді ме сен? Ет қақтан. Қорада бір малды сойып әкелдік қой. Өтерсің қош қорада. Сен өзі ауылды бірінші көріп тұрған шығарсың. Бұл қыз кстати, ауылды бірінші көріп тұр өзі. Бұл қыз та сынау керек көріп тұр. Екеуміз сыналайын деп тұрмыз ғой, Құдай қаласа. Бірақ сен күйеуім пысық қой. Бастап жатырмын, бірақ мына жақта Гүлжан несін көргім келіп тұр. Енді біріміз сынап жатыр ғой, істеген жұмысын көрейік. Қалай істеді? Әдемі. Біраз еңбек етті дейді. Ана жақта демалып отыр. Маңдайы кішкене тері ағыпты енді. Мала қидасың бәрі. Осы жерлерді тазалады, иә? Қора тазаланды. Нормально жедің? Тағы колбасамен нан жейін жатыр, көріңдерші. Ерте тұрып бір тамақ істесе болады ғой, құдай ау. Басталды. В общем, мына жақта қораны жақсылап. Ашпыз, мам, ашпын. Қораны жақсылап тазалапсыз енді. Су беріп үлгеріпсіз. Бәрін сидіп. Анаң қара. Өлі. Нұрдәулет қарның жарық кетіп жатыр. Айгүл, жігіттің тырнаққа ашылып жатыр, қарасай. Қай жерде сыйлады деп ойлайсың? 4-шісі кетті. Төртте болды уже. Төртте баққа, я. Мен 10 күтіп тұрған ем, хотя бы. Мен 10 күтіп тұрған ем ғой. Хотя бы 10.
Балтаны майып тұрасың ғой, былай балтаны майып тұрсың. Өйстіп. Қалай отыр? Біздің пловымыз пісем дегенше отын болмай қалатын сияқты, иә? Отын жете ме? Жетпейтін сияқты что-то. Кетпейтін сияқты. Иә. Бетімізге ойбай. Жоқ, сізге андай дәу ағаш беру керек еді негізі. Кесілген ағаштар болды, дәу. Простительно, все равно. Алматинец все равно, как Алматтан келген. Өлі өздерін достарын жақтап өліп бартқан қарсы. Үшті біз үйретіп отырық енді. Сөйтіп атсыңдар ма? Мына ағашқа, мынау балтама не өзі дәу сияқты негізі. Бұдан да кішкентай жететін сияқты. Бұл ана самоварға дайындап жатыр ғой, айтылар. Самовар. Самовар жоқ қой жақта. Или бар ма? Сәке самовар бар ма? Бар екен. Біз Асим екеуміз енді отбасы болып жатыр. Кімге не, қандай подарка беру керектігін білмейміз. Кеше туғанға келіп тұрып бермегенбіз ғой. Бүгін осындай подарка алдық. Ең күшті подарок негізі ақша ғой. Қалағанын алайыншы. Біздің қыздың идеясы жастар ғой енді 2010-тер ғой, былай енді фантазиясы мощь. Мен мысалы туған күнім болса осындай алғым келеді.